Саламатсыздар. Мен бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан жасалған печеньенің, яғни күлшенің рецептісімен бөлісемін. Язычки деп айтамыз. Бұрынғы кезден әлі сатылады, өте дәмді шығады және жасалуы оңай. Керек заты тек қана қант және қатпарлы қамыр. Қатпарлы қамырды дүкеннен сатып алсаңыз да болады, болмаса өзіңіз жасасаңыз да болады. Бұл қатпарлы қамырдың рецептісі менің каналымда бар, ссылкасын астына қойып қоям. Өздеріңіз жасасаңыздар, сіздерге арзанға түседі және өте дәмді болады. Бірінші қамырды аламыз. Осылай етіп жұқалау етіп жазып аламыз. Одан кейін үстіне қант себеміз. Түгелдей етіп қантты сеуіп шығамыз. Үстіне оқтаумен тағы да бір жүреміз. Жақсылап қант астына жабысу керек қамырымызға, түсіп шашылып қалмас үшін. Одан кейін конверт етіп қамырымызды осылай көріп тұрғандарыңыздай видеода бүктейміз. Бүктеп алып қайтадан қамырды жазамыз. Енді жазған кезде қамырды 1 сантиметр, одан сәл ғана жұқалау етіп жазғандарыңыз дұрыс, қатты жұқа болып кетпеу керек. Айтпақшы достар, мені каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қоңырауды басып қойсаңыздар, менен келген жаңа рецепттер сіздерге хабарлама болып келіп тұрады. Міне, одан кейін 1 сантиметрді етіп, көргендеріңізді етіп жаямыз. Одан кейін өйстіп екіге бөліп, бөлік етіп, өздеріңіздің ұнағандарыңызбен бір форма жасап шығамыз. Осындай 4 пішті, бұдан сәл кішкентай қылып та жасауға болады. Противенға бетіне қағазды жайып, пергаментный, үстіне бәрін қойып шығамыз да, енді мына кескен қамырымыздың бетіне су жағамыз. Суды жағып алып, бетіне және де қант себеміз. Бұл уақытта духовкамыз 200 градуста ысып тұрады. 200 градуста ысып тұрған духовкамызға қойып 20-25 минутта пісіріп аламыз. Ол бірақта әркімнің өзінің духовкасына байланысты. Қарап тұрасыздар, сәл қызарған кезде күйдіріп алмай шығарып аламыз. Міне, біздің печеньеміз дайын. Өте дәмді. Жанұяларыңызды қуантыңыздар, жасаңыздар. Жасалуы өте оңай. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.